Bir күні бір әйел Хасан Басриға келіп, «Уа, ұстаз, менің көзімнің ағы мен қарасындай жалғыз қызым бар еді. Перзентім жақында дертке ұшырап дүние салды. Оның о дүниедегі халін ойлап мазасызданып жүрмін. Қызымды түсімде көріп, не жағдайда жатқанын білгім келеді. Маған көмектесіңіз» деп қолқа салады. Хасан Басри оған салауат шәріпті өте көп оқып Құдайдан тіле. Сонда қызыңды түсіңде көрерсің, дейді. Әйел күн сайын пайғамбарға салауат айтып жүріп, шын жүректен Аллаға қызымды түсімде көрейін деп жалбарынады. Ақыры бір күні ол қызын түсінде көреді. Қызының жейдесі отқа оранған, мойнына жалыннан шынжыр салынған, аяғы тұсауланған. Қызы шешесіне, «Мені бұл азаптан құтқара көр» деп жалынады. Әйел ұйқысынан ояна салып, Хасан Басриға барып түсін айтады. Көзінен қанды жас төгіледі. Оның аянышты халіне жаны ашып, әулие де еңіреп жылайды. Ол шарасыз қалыпта үйіне қайтып кетеді. Біраз күн өткеннен кейін Хасан Басри бір түс көреді. Түсіне әлгі әйелдің қызы енді. Ол басына нұрдан тәж киген, тәжі жарқ-жұрқ етіп батыс пен шығыстың арасын шұғылаға толтырып тұр екен. Қыз, «Ұстаз, мені таныдыңыз ба?» деп сұрайды. Хасан Басри, «Жоқ, танымадым» дейді. Сонда қыз тұрып, «Мен сіз салауат үйреткен әйелдің қызымын» деді. Сонда әулие таң қалып, «Анаң сені тамұқта көрдім деп қайғырып жүреді. Саған бұл мәртебе қалай нәсіп болды?» деп сұрайды. Қыз болса, «Біз жатқан қорымға бір адам келді. Ол Мұхаммед пайғамбарға арнап сан мәрте салауат айтты. Сауабын қорымда жатқан жүмле аруақтарға бағыштады. Оның айтқан салауатының берекетінен азап шегіп жатқан барша рухтарға Құдай рахым етіп күнәмізді кешірді. Салтанатты сарайға кіргізіп, нұрдан тәж кигізді. Менің тілегім адамдар тірісінде шамасы келгенше салауатты көп айтып жүрсе, бұдан да ұлық дәрежеге қол жеткізер еді» дейді. Содан бастап Хасан Басри салауаттың пайдасын ел арасында насихаттауды парыз еткен екен.